Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Абысынымның іші тарлығынан қайын жұртыммен араласпаймын. Менің ақ босаға аттап, келін атанғаныма да 7 жыл болды. Есімім Айғаным. Жолдасым отбасындағы 2 ағайындының үлкені. Екеуміз бірнеше жыл жүріп үйлендік. Аллаға шүкір, қазір 3 баламыз бар. Мен алғаш келін болып түскен жылы ата-енем, қайным, бәріміз бір шаңырақ астында тұрдық. Менің жолдасым мен қайным қалада, емін-еркін өскен, қазақшаға шорқақтау жігіттер. Оларда ауылдың балалары секілді ата-анадан имену деген болмайтын. Мүмкін ата-анасының бала күндерінен берген тәрбиесі солай болды ма? Ойындағыларын тік айтады, ата-анасына қарсыласатын кездер де болды. Бас кезде бұл отбасындағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасына үйренісе алмай жүрдім. Мамалары өз жұмыс істеп, өз-өзін күтіп, балаларының жағдайына аса бас ауыртпайды. Енемнің атаммен шүйіркелесіп, шай ішіп отырғанын көрмейсің. Әркім өз алдына жүреді. Бір-бірімен сөйлесе қалса, арты ұрысқа ұласып кетеді. Біздің үйде көрген тәрбиеміз ата-ана қандай болса да, оны сыйлау керек, қарсы сөз айтпау керек деген қағидамен өстік қой. Сондықтан дастархан басында атаммен, кейде енеммен әр нәрсені айтып, шүйіркелесіп, әңгімеге тартып, өзімше отбасы мүшелерінің бір-бірімен жақындасуына жағдай жасағым келеді. Біртіндеп күйеуіме үлкендер адамдар отырғанда тік сөйлемеуді, олардікі дұрыс болмаса да әр нәрсеге ескертпе жасай бермеуді үйреттім. Уақыт өте келе атам үлкен ұлының бойындағы өзгерістерді байқап, «Қызым, біздің баланың мінезіне төтеп беру қиын екенін түсінемін. Айналайын, саған рахмет. Жас кезімізде жұмыс деп балаларға жағдай жасадық, бірақ дұрыс тәрбие бере алмадық. Бұларды көше тәрбиеледі ғой. Анасы да қазақи жан емес» деп ағынан жарылды. Атамның бұлай дейтіндей жөні бар еді. Жолдасым інісіне ұқыпты, өте талапшыл болғанмен мінезі шатақтау. Оның үстіне кейде сыраны да бір кісідей ішетін. Бірақ тез ашуланып, тез қайтады. Өзінің артық кеткен тұстарын біліп тұратын. Ал қайнымның ағасынан өзгешелігі ол өте қырсық. 25 жасқа келгенше не тұрақты жұмыс істемеді. Орта мектептің аттестатын шешесі таныс тамырға тиын-тебен беріп жүріп, әрең алып берген екен. Одан кейін ақшасын төлеп, ақылы колледжге түсіріпті. Ол оқу орнына да дипломын аларда бірақ барған. Өзі ішімдікке өте жақын. Бір күні қайным ойда жоқта үйге бір қызды алып келді. Үйде ата-енем де, жолдасым да жоқ еді. Өзімнің тұңғышымызға аяғым ауыр болатын. Үйдің тірлігін істеп, тырбыңдап жатқанымда араққа сылқия тойып алған қайным үйге кірді де, «Жеңеше, мен үйленетін болдым. Танысып қойыңыз, мынау абысыныңыз» дейді. Әлгі қызға қарасам, шашы сап-сары, дөңгелек жүзді жас қыз екен. Ол қызды именбай көзіме тік қарағандай өзім ыңғайсызданып қалдым. Сасқанымнан, «Мама келсін, орамалды өзі салар» дедім де телефонымды ала салып енеме хабарласып, үйге келіп түскенін айттым. Аяқ астынан келген келінге бәріміз таңбыз. Бірақ бәрімізді алаңдатқаны қайнымның мас күйінде қызды алып келгені. Үйге туған туыс жиылып әлгі қыздан, «Қарағым, өз еркіңмен келдің бе? Біздің ұлмен қашаннан бері таныссың» десіп, қыздың сөзінен білгеніміз кездесіп жүргендеріне 3 ай болып, өз еркімен келгенін айтты. Сонымен кешке қарай қыздың артынан қуғыншылар келді. Сөйтіп ертеңінде таңертең қайным ес жинағанда отбасылы болып шыға келді. Абысынымды болғаныма мен де өзімше қуаныштымын. Әңгімелесетін, үйдің тірлігін бірге жасайтын адам бар дегендей. Ата-енем 2 ұлым да үйлендіргеніне мәз. 25 жастан асқан қайным үйленгеннен кейін не бір нашар қылықтарын қояр деп үміттендік. Біздің тойымыздың өткеніне
бір жылдан енді асқандықтан қайнымның тойынына біраз уақыт дайындалу керек болды. Атам мән-жайды құдаларына түсіндіріп, тойды кейінге шегірді. Бірақ арада 2 ай уақыт өткенде абысынымның туыстары үйге келіп жанжал ашты. Тойда уақытында жасамағанымыз үшін жер-жебірімізге жетті. Абырой болғанда үйде менің жолдасым болмады. Соңы төбелеске ұласар ма еді. Осыдан кейін қайным күнде үйге мас болып келеді де ата-анасына сендер Нұрболға қатырып той жасап бергенсіңдер, менің тойымды жасағылары келмейді деп қиғылықты салатынды шығарды. Осыдан кейін ата-енем қарызданып, қауаланып жүріп әйтеуір тойды өткізді. Шамамыз келгенше біз де көмектестік. Тойдың қалай өткені бұл жерде маңызды емес шығар. Біз Нұрбол екеуміз тұңғыш қызымыз дүниеге келгеннен кейін бөлек шықтық. Бұрын ата-енемнің жалға беріп қойған бір бөлмелі пәтері болатын. Сол үйге көшіп кеттік. Анда-санда үлкен үйге барып тұрамыз. Бастапқы кезде абысынымның бізді күліп қарсы алып, шайын беретін. Мен де барған сайын оған қол бармай сыйлығымды ала барамын. Бірақ қайным, біз барған сайын біздің бөлек тұрғымыз келеді. Сендер осында тұрыңдар, біз бөлек кетейік деген әңгімені жиі шығаратын болды. Ал абысыным болса, біз барғанда ыдыстардың бәрін тарс-тұрс еткізіп, бізге біреулерге ашуланған болып мінезін көрсетеді. Басында мен оның мұндай әрекетіне мән бермеуші едім. Бірақ кейіннен оның мұндай мінезі жолдасыма да байқаған сияқты. Кейде туған күн, анау-мынау мерекелерге ғана кіріп шығатын болдық. Бірде енем маған, сендер мұнда келе бермеңдер. Бұлар біраз өздерімен өздері болсын. Ербол балалардың шулағанын да көтере бермейді. Маржан да қонақ күткенді жақтырмайды екен. Сендердің арттарынан балалардың шашқан ойыншықтарын бұрқылдап жүріп жинайды. Ең бастысы Ерболмен тұрып кетсе болды. Сол бұзыққа ие болсыншы дегеннен кейін біз баруды мүлде қойдық. Енемнің сөзінен кейін біртүрлі көңілім қалды. Демек, менің кішкентай қызым мен 2-3 айлық ұлымды жолатқысы келмегені ме деп біраз жылап та алдым. Мен бұрын балаларым туылғанда абысынымның келмегеніне, қуанышымды бөліспегеніне аса мән бермей түсіністікпен қарайтынмын. Сөйтсем, ол күйеуінің құлақ етін күнде жейді екен. Сен ағаң мен жеңгеңдікі рахат. Кемпір мен шалды бақпайды. Өздерімен өздері тұрады. Әке шешең мені жақтырмайды. Ылғи айғанымды мақтайды. Ал мен болсам, осы үйді жұмысынан әбден шаршадым. Денсаулығым болмай, бала да көтере алмай жүрмін дейтін көрінеді. Оны бір күні біздің үйге мас болып келген қайным айтып қойды. Нұрбол екеуі жаға жыртыспас үшін алдап-сылап қоя бергендей болдым. Кейін енем біздің үйге келгіштей бастады. Ол кісі де әңгімеге арасында Нұрбол мен Маржанның араласы дұрыс болмай жүргенін, баласының ішіп алып аузына келгенін айтатынын, келіннің қабағы ашылмайтынын айтып мұңын шақты. Маржан, қит етсе, мен айғаным секілді емеспін. Мені ұнатпасыңдар, балаларыңа басқа келіншек тауып беріңдер деп айғайлайды. Бірақ өзінің кететін ой жоқ дейді енем. Сонда менің екі ортада не жазығым бар? Үйім бөлек, отбасым бөлек. Бала, шағалы болғалы, ата-енем мен қайным мен абысынымның жағдайларына бас ауыртатын да уақытым болмай кетті. Өздері біздің үйлеріне барғанымызда қаламады. Балаларымыздың ойыншықтарды шашып ойнағанын көтере алмады. Енді келіп абысынымның ұрыс-керістің бәрін менің араластырып қараптан-қарап жау көтеретініне таңғаламын. Абысынымның іштарлығынан тіпті балаларым атасы мен әжесін сирек көреді. Үлкен кісілер қара шаңырақта отырған кенже баласы мен келін сөзін сөйлеп, олардың жақсы отбасы болып кету тілегін болар. Абысынымның маған деген ренішісі болса, жеке өзіме неге айтпайды? Айлап араласып сөйлеспесек те, менен кімді, нені, не үшін қызғанатынын түсінбей-ақ қойдым.